Интеграл шығарып көрейік. Мына жерде x квадраттан 2 көбейтілген жақша. Алдымен жақшаны аша болу керек. Тең интеграл 2-ден 4-ке дейін. Алдымен x-қа көбейтеміз, сосын барып екінші бөлшекке көбейтіп аламыз. 2 бөлінген x квадрат көбейтілген x минус x квадраттан 2 көбейтілген 4 бөлінген 4-тен x куб. Жақшаға аламыз dx. Тең интеграл 2-ден 4-ке дейін. Мына жерде бірінші дәреже ғой, бұлар қысқарып кетеді. Квадрат пен x-тің бірінші дәрежесі. Сонда 2 бөлінген x минус 4 пен 2 қысқаратында 2 1 болады. Куб пен квадрат қысқарады. Сонда 3 азайтылған 2 бірінші дәрежесі қалады x-тің. dx тең болады. 1 бөлінген x-тің алғашқы функциясы интегралы ол ln x болады. Ал мына коэффициент әрине ол сақталады мына жерде. Мына жерде 1 бар бізде x квадраттың алдында, яғни мына коэффициент сақталады 2-ден 1 болып. Сосын x-тің дәрежесі, естеріңе түсіріңдер. Дәреже болған кезде дәрежеге 1-ді қосамыз, сосын сол дәрежеге бөлеміз. Яғни 1 қосылған 1 2, 2-ге бөлеміз. Бұның барлығын жақшаға аламыз. Сосын интеграл бізде 2-ден 4-ке дейін еді. Тең. Ньютон-Лейбниц формуласын қолданамыз. Яғни x-тің орнына бірінші 4-ті қойып шығамыз, сосын 2-ні қойып шығамыз. Азайтамыз да 2-ні қойып шығамыз. 2 көбейтілген ln 4-не 4-ті қоямыз. 2 мен 2-ні көбейтсек 4-тен 1 болады. Сосын x-тің орнына 4-ті қоямыз. Сонда 4 квадрат болады. Бұл бірінші жақшамыз. Минус. Дәл солай енді 2-ні қойып шығамыз. ln 2 болады. 2 натуралды логарифм 2 минус 4-тен 1 x-тің орнына 2-ні қоямыз. Тең. Болды, ары қарай есептеу ғана қалды. 2 ln 4 минус 4-тің квадраты 16, 16 мен 4-ті қысқартсақ 4 қалады, минус 2 ln 2 минус 4, 2-нің квадраты 4, 4 пен 4 қысқартта минус 1 болады. Бірақ мына жерде жақшаны ашқан кезде мына нәрсе ұмытпау керек. Минус пен минус бізге плюсті береді. Тең. Минус 4 плюс 1 болады минус 3. Ары қарай 2-ні біздер аргументтің дәрежесіне жібереміз, яғни логарифм аргументінде 4-тің квадраты. Сонда плюс ln 16 болып кетеді. Дәл солай мына жерде де жасаймыз. 2-ні біздер дәрежесіне жібереміз, сонда натуралды логарифм 2 аргумент болса, 2-нің квадраты 4 болып кетеді. Енді логарифмдардың ережесін қолданамыз. Негіздері бірдей ғой бізде. Натуралды логарифм азайту кезінде аргументтері бөлінеді. Яғни 16 бөлінген 4 болады. Сонда тең болады минус 3 қосылған 16-ны 4-ке бөлсек, натуралды логарифм 4 болады. Міне, осындай жауап болады. Енді қарайық, қайсысына сәйкес келетін. Минус 3 қосылған ln 4 дейді. Енді мына жерде байқасаңдар, мына 2-ні дәрежесіне жіберсек, ln 4 азайтылған 3 болады. Яғни мына орнына ауыстырып қойсаңдар да, осы жауап болады. Бұнымен жауап А болады. Тестте интегралға қатысты түрлі есептер болады. Соның біреуін қазір қарастырып көрейік. Интеграл минус А-дан А-ға дейін, бөлшек 1 минус 2x бөлінген 3 dx тең 9-дан 4. Осындай теңдеу берілген, және бізге осы А нешеге тең, соны табыңдар дейді. Олай болатын болса, алдымен қазір сол жағын есептеп алайық. Сосын 9-дан 4-ке теңестіріп, кәдімгі теңдеу шығарамыз. Ол үшін мына 3-тен 1-ді біздер қазір интегралдың алдына шығарсақ болады. Яғни мына жерде мына жақша, оның алдында 1 бар. Мына 3-тен 1-ді интегралдың алдына шығарайық. Қалғанын көшіреміз. 1 минус 2x dx тең болады 9-дан 4. Яғни интегралды алынып тұрған коэффициенттері біздер шығарсақ болады. Шығардық. Екі жағында 3-ке көбейтейік. Сонда мына жаққа 3 көбейтеміз, мына жаққа 3-ті көбейтеміз. Енді оның барлығы осы 3-тен 1-ден құтылу үшін. Мына жақта да 3 болады. Сонда қалғанын көшіріп алсақ, интеграл болады тең 3-тен 4. Ал ары қарай 1-ден интегралды есептеп кетейік. 1-дің алғашқы функциясы ол x минус
Енді алдыңғы есептерді еске түсіріңдер. X-тің бірінші дәрежесі бар функцияға біздер бірді қосамыз, және сол дәрежеге бөлеміз. Минус 2 коэффициентін көшіреміз да, x квадрат бөлінген 2 дейміз ғой мына жерде. Сосын оны жақшаға аламыз. Минус адан аға дейін қазір мәндерін қойып шығамыз. Мына жақ 3-тен 4 болады деп айттық біздер. Міне болды. Енді Ньютон-Лейбниц формуласын саламыз. X-тің орнына алдымен аларды қойып шығамыз. Сонда а минус 2 мен 2-ні қысқартып жіберсек те болады. Жойылып кетті. Сонымен а квадрат минус жақшаның ішінде. Енді минус аны қоямыз. X-тің орнына минус аны қойған кезде минус а болады. Азайтамыз. Енді минус аны квадраттаймыз. Енді а квадрат болып кетеді ол. Минус жойылып кетеді. Тең болады 3-тен 4. Жақшаны ашайық. А минус а квадрат 2 минус плюсті береді. 2 минус плюсті береді. Тең болады 3-тен 4. Арғарай. Байқағандарай, а квадраттар жойылып кетеді. Сонда а қосылған а 2аға тең. 2а тең 3-тен 4 дейміз. Енді екі жағында қазір аға бөлсеңдер, 2-ге бөлсеңдер, а тең болады. Толығымен былай жазып шықсаңдар, мынаның астында 1 бар. 3-тен 4 көбейтілген 2-ден 1 тең болады. Бұлар қысқарып кетеді. 2 қалады, сонымен 3-тен 2. Ал, ондай жауап бар ма екен қарайық. Жауап С. Интегралға қатысты кезекті есеп, теңсіздіктер. 0-ден x-қа дейін y қосылған бір dy кішіне тең минус 2x теңсіздігі. dy айнымалы y болады. Енді y-тің бірінші дәрежесі. Олай болатын болса, дәрежеге қатысты алғашқы функциялар табатын кезде біздер 1 қосылған 1 бөлінген осы 1 қосылған 1 дейтін едік. Қосылған 1-дің алғашқы функциясы ол сан, оған айнымалының өзі, яғни y болады. Кішіне тең минус 2x. Бұл жерде жақша қаламыз. 0-ден x-қа дейін деп жазып қояйық. Y квадрат бөлінген 2, оның орнына алдымен қазір x-ті қоямыз. Және мына жерге x-ті қоямыз. Сосын барып 0-дерді қойып шығамыз. Сонымен x квадрат бөлінген 2 қосылған x. Енді қараңдар, мына жерде қазір 0-ді қоятын болсаңдар, 0-дің квадраты 0, бөлінген 0, яғни мына жерге де қойған кезде барлығы 0 болып кетеді, сондықтан оның қойдың мағынасы жоқ. Кішіне тең минус 2x-те бірден жаза салайық. Ары қарай, x квадрат бөлінген 2 қосылған x минус x квадратты біздер сол жаққа өткіземіз, плюс 2x болады, кішіне тең 0. Ары қарай, мына 2-ден құтылу мақсатында біздер барлығын 2-ге көбейте салайық. Сонда мына жерде 2 болады, мына жерде және мына жерде 2 болады. Енді мына жерде x пен 2x қосқан кезде 3x, 3x'ті бірден 2 көбейте салсақ та болады әрине. 2-лер жойылып кетеді, x квадрат қосылған 6x кішіне тең 0-ден. Енді мына жерде кәдімгі квадратты теңсіздікті шығарамыз. X-ті жақшаның сыртынан шығарсақ, x көбейтілген x қосылған 6 кішіне тең 0-ден. Енді мына x бізде 0-ге тең болады, немесе x қосылған 6 тең 0 болады. Бұл жерден x тең минус 6. Бірінші және екінші түбірлерін тауып алдық. Сандық түсуді саламыз. Сандарымызды белгілейміз. Алдымен минус 6, сосын барып 0. Енді квадратты теңсіздік кіші болған кезде біздер ортасын бояймыз. Яғни біздің шешімдер ортасында орналасқан дейміз екі санның. Сонда минус 6-дан 0-ге дейін болады шешім. Ал қарайық. Минус 6-дан 0-ға дейін жауап D болады. Кезекті есеп достар. Мына функциялармен шектелген фигураның ауданын табыңыз. Бұл фигураның ауданын табу үшін біздер шеткі нүктелерін табуымыз керек. Оны қалай табамыз? Ол үшін біздер мына екі функцияны теңестіруіміз керек. Яғни минус x квадрат қосылған x тең болады минус x. Осы теңдеуді шешіп, x1, x2-ні табайық. Минус x квадрат қосылған x. Минус x-ті сол жаққа өткіземіз, плюс x болады, тең 0. Ары қарай, минус x квадрат қосылған 2x тең болады 0. X-ті жақшаның сыртынан шығарамыз. Жақшаның ішінде минус x қосылған 2 тең болады 0. Толымсыз квадрат теңдеу. X
тең 0, немесе минус x қосылған 2 тең 0. Бұл жерден минус x тең минус 2, немесе x те бірден жаза салсақ та болады. 2-ге тең болады. Бұл біріншісі, мынау екіншісі. Жеткіліктілерін таптық. Яғни біздің қазіргі табу керек фигураларымыз осы 0 мен 2-нің арасында орналасқан болады. Ары қарай, бұны интеграл арқылы шығарамыз. Ол үшін біздер мына функцияларды азайтуымыз керек. 1, 2 деп қояйық. Бұл жерде енді кейде функциялар график арқылы беріледі, кейде графиксіз осылай жазыла салады. Сонда көп оқушылардың сұрағы, қайсы функциядан қайсыны азайтамыз? Бірінші функциядан 2 ма, 2-ден 1 ма? Маңызы жоқ. Бәрібір біздің интегралымыз модульмен есептелгендіктен қайсынан қайсыны азайтамыз, ол маңызды емес. Сондықтан қазір y1 минус y2 минус x квадрат қосылған x азайтылған минус x болғандықтан ол плюс x болып кетеді. Сонда біздің функциямыз минус x квадрат қосылған 2x болады. Осы функцияның біздер интегралын тауып 0-ден 2-ге дейін деп интегралдаймыз қазір. 0-ден 2-ге дейін минус x квадрат қосылған 2x dx. Ал кеттік. Тең. Минус x квадрат болатын болды, минус сақталады. Дәрежеге қатысты біздер бірнеше есеп шығардық. Үйреніп алған шығарсыңдар. Дәрежеге 1-ді қосамыз, сол дәрежеге бөлеміз. Қосылған 2 сақталады. Мына жерде бірінші дәреже x квадрат бөлінген 2. 0-ден 2-ге дейін. Ары қарай, мына 2 мен 2 қысқарады. 2-ні x-тің орнына қоямыз. Сосын 0-ді қойып шығамыз. Минус 2-нің кубы бөлінген 3 қосылған 2-нің квадраты. Ары қарай, азайтамыз. Енді тағы да алдыңғы есептегідей 0-ді қойған кезде 0-дің кубы 0 болып кетеді. 3-ке бөлсек 0-дің квадраты 0. Сондықтан оны жазбай қойсақ та болады. Тең деп жалғастырамыз. Минус 2-нің кубы 8, 3-тен 8 қосылған 4 болады. Енді кәдімгі бөлшектерді қоссақ, мына жерде 1 дей салыңдар. 3, мына жақта 1, ортақ бөлім 3 болады. Минус 8 қосылған 12, 3-тен 4. Немесе бұрыс бөлшектен аралас бөлшекке өтетін болсаңдар, 1/3-тен 1 болады. Енді қарайық. Жауап Е болады.